Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау азық-түлік бағасы жөнінде мынау базарға барып бағасын білуге барған болатынмын. Енді айтайын дегенім, мына Тұрабаев Мұрат, сосын жаңағы Жандарбеков Айтбай, сосын жаңа кәсіпкерлік бөлім басшысы мынау СПК Байқоңыр Қызылордада отқан жаңағы кісілер, басшылары күнделікті тұтынатын мынау тағамдарына картоп жатады, енді күнделікті тұтынатын тағамға 360 болып отыр келісі қазір таңда картоптың Шиелі ауданында. Ал нан 120 теңге болды. Енді айтайын дегенім, күннен күнге мынау баға өсіп баратыр. Кешегі видеомда да айтқан болатынмын. Енді Жандарбеков Айтбай, Тұрабаев Мұрат, мынау басшы отқан кісілер, қандай көмектеріңіз бар енді қосымша? Мынау халыққа көмек берем, халықтың мұқтажына құлақ асып, көмек берем, шөлдегенге су берем, құлағанға таяқ берем деп уәде беріп, уәделеріңізді жаңағы кандидатураға ұсынатын кезде бүкіл уәделеріңізді үйіп төктіңіздер, мынау сентябрь айында. Енді ол уәделеріңіздің бірде-біреуін көріп отқан жоқпын, жаңағы орындалып жатқан. Мынау нанның бір бөлке нан 120 теңге болды, картошка 360 болды келісі. Мынау күнделікті күн санап өсіп жатыр продукты, жаңағы күнделікті тұтынатын тағамдар. Қандай енді көмектерің бар? Мынау сын үстінде тұрсыңдар сендер қазір. Инвалидтер, төмен отбасы, тұл жетім, жартылай жетім, әлеуметтік аз қамтылған осал топтағыларға қандай көмектерің бар енді? Оларда енді тамақ ішу керек, оларда ауа жұту керек, оларда өмір сүру керек сіздер сияқты. Астарыңызда бір-бір жеп, фирменный тамақ ішкендеріңіз, жұмыстарыңызда кешке дейін отырып қағаз жазып, база басып, жаңа кешке дейін жаңа фирменный тамақ ішіп, жаңағы үйімізде де тамақ ішпейміз ондай фирменный. Алуға шамам жоқ, өйткені жаңағы шетелдің нелер келісім шарттары бөлек қой, шетелдің келісім шарттары. Ал күнделікті тұтынатын тағамдар ол бөлек. Келісім шарттары, кәсіпкерлер айтып отыр, сұрасақ. Сосын қымбат келеді дейді, ел асып келетін болғасын. Енді сол ел асып келетін тамақ жеп жатсыздар сіздер. Ал біз енді Құдайдың бір келі картобын, бір бөлке нанын аламай отырмыз. Сонда сіздер фирменный табақты ішіп жеп, бір кабинетте отырып, қағаз толтырып, база толтырып, анау біледі ғой, мынау біледі ғой деп сілтеу үшін келдіңіздер ма, мынау неге, билік басына? Енді қалай болады енді? Пенсиямыз 81 мың теңге. Айлығымыз 85 мың теңге. Бала асырап отқан инвалидпіз, мысалы. Сіздер ойлап жатсыздар ма осы жағын? Ант бересіздер, уәде бересіздер сайланатынның алдында. Алайда жаңа кеше мен жауап естідім. Мысалы, мен депутатпын, маслихатта отқан. Мен білмеймін, сол саланы адамдар шешу керек қой, мен білмеймін деп басын алып қашып баратыр кеше. Тұрабаев Мұрат деген мысалы. Жипке мінді да кетіп қалды, акимат жақта. Мен сол жаңа соңында шаңында деген күйі, қолым көтерген күйі қалдым, міне. Шаңғыта, маңғыта мен білмеймін, жаңағы кент білет, міне адамы тұр деді да кетті. Міне. Әр саланың өз басшылары бар, солар реттеу керек қой деді да. Міне. Сайланатын кезде, кандидатураға ұсынатын кезде, қара суды теріс ағызам деп уәде беріп келіп аласыздар. Ал енді 120 болды нан. Бір бөлке нан. Картошканың келісі 360 болды. Анау жаңа фруктын айтпай-ақ қояқ, ет етті. Қалай күн көреміз? Осыған жауап беруді мен талап етем. Нәлібаевтың да назарына, сосын облыстық мәслихатта отырған кісілердің назарына ұсынам. Осы инвалидтер қалай күн көреді, қалай тамақ алып жейді, қалай дәрі алады, осы мұң қайғы болып тұр бізге қазір. Өйткені себебі күннен күнге баға өсіп жатыр. Күзге қарай Құдай біледі ол қаншаға баратынын. Қазірдің өзі мынандай болып тұр, жаз ауасы. Қазір енді кәрістердің жаңағы көкөнісі пісіп, жаңағы ол көкөнісі пісіп сатқан күнде де арзандаған несінің өзіне қалтамыз көтермей отыр қазір таңда. 81 мың пенсия аламыз. Қоғамдық жұмыс істейміз. Ешқандай отпуск алмаймыз, аванс алмаймыз, ешқандай бізге жаңағы базовый қосылмайды. Қандай көмектеріңіз бар? Облыстық мәслихат депутаттарына айтатын. Сосын мынау облыста отқан Нәлібаев Нұрлыбек деген кісінің назарына ұсынам. Қалай қосымша көмектеріңіз бар? Қандай
мына қымбатшылыққа байланысты бір жаңағы қайырымдылық іс-шараларын өткізесіздер ма, әлде мынау жаңағы бір жылдары бір болды ғой, 12-ші жылдары қателеспесем, жаңағы вагонмен бір бизнес өкілдері продукт таратып складтарда осындай бір реттік көмек бересіздер ма, мен білмедім. Бірақ мына қымбатшылыққа біз төтеп бере алмай жатырмыз. Осы жөнінде мен көмек сұраймын.